Қыздар, бүгін мен сіздермен ең дәмді ораманың рецептімен бөлісетін боламын. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен біз қамырымызды дайындайтын боламыз. Бізге ұн, жұмыртқа, тұз және су керек болады. Ұнымыздың ортасын тереңдетіп ашып алып, бір жұмыртқамызды саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды және суымызды қосатын боламыз. Менде 4 листтік үлкен монтаварка болғандықтан мен көбірек жасап жатырмын. Мен 4 күлше жасайтын боламын. Қамырды неғұрлым жақсы ұзағырақ илесеңіз, жаю соншалықты оңай болады. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Менде фарш және картоп пен пияз және дәміне қарай тұз бен бұрышты қосамын. Барлығын дайындап болдым. Енді 45 минут будап пісіретін боламыз. Міне қыздар, 45 минут өтті. Тамағымыз дайын болып шықты. Қазір жақыннан көрсететін боламын. Жалпы бұл тағамды менің рецептімен дәл мен сияқты дайындасаңыз өте дәмді болады. Көздің жауын алатын тағамымыз өте әдемі болып езілмей шықты. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Және ертең ең оңай қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал құрметті ханымдар, келесі видеода кездескенше.